Қайырлы күн. Балмұздақ тәрізді болып келетін тәтті әрі дәмді ерекше меренговый рулет дайындайтын боламыз. Бізге қажет белок, сахарный пудра және қант қажет болады. Белогымыз таза, құрғақ ыдыста болуы керек. Бірде-бір жылтық түсіп кетпеу керек. Белогымызды бір миксерлеп алып, қантымызды салып, екеуін толықтай жақсылап, плотный масса болғанша миксерлейміз. Менде қолдың миксері болғандықтан біраз уақытты алды. Бізде осындай плотный масса болу керек. Екеуін әбден жақсылап шайқап аласыздар. Келесі кезекте сахарный пудрамызды електің көмегімен өткізе отырып қосатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізулеріңіз керек, себебі комок қалып қалады. Негізге салып, сахарный пудраны қосамыз. Одан кейін лопатаның көмегімен толықтай араластырып шығамыз. Астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. 150 градуста духовкада 25-30 минут пісіріп аламыз. Енді ол духовкаларыңызға қарай көресіздер. Одан кейін формамызды алып, астына пергамент қағазын төсейсіздер. Қағаз өте сапалы болу керек. Толықтай меренгамызды салып, формамызға жайып шығамыз. Бізде рулетіміз дайын. Духовкаға салатын боламыз. Менде 30 минуттай пісті. Үстін басып көрсеңіздер, қытырлақ болу керек. Сол кезде дайын болады. Енді бисквитімізді, рулетімізді суытып қоямыз. Енді кезекте кремін дайындаймыз. Көп крем қажет емес, себебі біздің рулетіміздің өзі де өте тәтті болып келеді. Творожный сыр мен сахарный пудраны миксерлеп аламыз. Одан кейін сливки құйып, тағы да бір қайтара миксерлейміз. Бізде крем дайын. Енді рулетімізді аударып, үстіне кремді жағатын боламыз. Кремді бетіне салып, толықтай жан-жағына жағып шығамыз. Одан кейін арасына кез келген жемістерді салсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Одан кейін салып, ораймыз жақсылап. Менде өте үлкен, биік рулет болып шықты. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.